Баршаңызға сәлем. Әрқашан қолда бар өнімдерден қызғалдақтар жасаймыз. Қабатты құрылымды қамыр сыртынан қытырлақ және қатпарлы қамырға өте ұқсас. Әртүрлі салмалармен пісіруге болады. Бастысы өте ылғалды болмауы керек. Қайнаған суға тұзды біріктіріп, толығымен ерігенше араластырамыз. Електен өткен ұнға өсімдік майы мен ыстық суды қосып араластырамыз. Қоспа салқындағаннан кейін қолмен илейміз. Қамыр тегіс болып шығады, мүлде қолға жабыспайды. Ыдысты полиэтиленмен жауып, бөлме температурасында 30 минут қойып қоямыз. Жұмыс орнына жұқалап ұн сеуіп, 1 минуттай қамыр илейміз. Жгут жасап, оны 10 бөлікке бөліп аламыз. Қалаған мөлшерге байланысты бөліктер әртүрлі болуы мүмкін. Қамырдың бір бөлігін алып, диаметр 18-19 см етіп, шеңбер жайып аламыз. Радиус бойымен кесіп, салманы бір бөлігін кесілген жерге қоямыз. Мен пісірілген фаршты қолдандым. Кесілген шетінен бастап, салманы қамырға конус тәрізді етіп ораймыз. Бос жиектерді ортасына жабыстырамыз. Дайындамаларды пісіру қағазы төселген противенге орналастырып, 200 градуста қызып тұрған пеште конвекциясыз орта деңгейге қойып, 20-30 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Суытып алып, дастарханға қойсаңыздар болады. Қамыры самсаға ұқсас қызғалдақтарымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Өте дәмді және дастарханда ерекше көрініс береді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Сіздермен бірге болған Әйгерім.